Бәріңізге сәлем, мен Мардан. Жаңа бейнеге қош келдіңіз. Көп адамдардың кейбір кезеңдерде артық салмақтан ыңғайсызданған кезеңдері болады. Кейбіреулер ең жақсы көрген киімін киіп, түймесін іле алмай ыңғайсызданса, кейбіреулер таразға шыққан кезде қорқынышты сан әсерінен диета ұстауды бастайды. Бүгінгі таңда артық салмаққа байланысты әркімнің пікірі әртүрлі болса да, белгілі бір салмақтан кейінгі салмақ, яғни артық салмақ адам үшін дұшпанға айналады. Медицина жағынан адам салмағының қалыпты деңгейде немесе артық екенін анықтау үшін медицинада денсаулық салмақ индексі, яғни дене индексі қолданылады. Салмағыңызды бойыңыздың ұзындығына бөлетін болсаңыз, сізде дене индексіңізді таба аласыз. Орташа адамдарда бұл көрсеткіш 30-дан жоғары болса, ол адам семіз немесе артық салмаққа ие деп табылады. Бұл артық салмақ жүрек ауруы, қан айналымының төмендеуі, бауыр ауруына, тағы сол сияқты бірнеше ауруға алып келеді. Бұл жағдайлардан көбісі сәтті түрде емделіп жатса, ал кейбіреулерін осы экранда қазір көресіз. Өткен ғасырларда артық салмақ оқиғалары соншалықты көп болған. Бұлардың кейбіреулері тарих кітаптарына жазылып қалды. Тарихтағы ең семіз адам 635 салмақпен Джон Броуэр Минок болып табылады. Бұл кісі дәл сол салмақта қалмай, салмақ тастап 185 келіге дейін түседі. Және мемлекеттік қызметші ретінде жұмыс істеп, әйелі және 2 баласымен қарапайым өмір сүрген. 1983 жылы 42 жасында қайтыс болған бұл адам туралы көп мәлімет болмағаны үшін бұл видеода басқа бір семізlik оқиғасы туралы көретін боласыздар. Мексикалық Мануэль Хавьер Урибе 1965 жылы 3,3 келі салмақпен өмірге келген кезінде орташа салмақтағы бір сәби еді. Бала кезінде де артық салмақты болмаған Урибе 9 жасынан бастап дұрыс тамақтанбау нәтижесінде жасөспірім кезінен бастап жылдам салмақ жинай бастап 19 жасында 121 келіге жеткен еді. 1987 жылы әйелімен жұмыс үшін Америкаға көшкен Урибе компьютер инженері ретінде жұмыс бастаған болатын. 1992 жылдан бастап әрекетсіз жұмыс өмірінің әсерінен өзінің айтуымен салмағымен семіре бастап 30 жасында 248 салмақта еді. Артынан диета арқылы 160 келіге дейін түсе алған Урибе дұрыс тамақтанбау өміріне қайта оралып, 34 жасында 502 килограмм салмаққа жеткен еді. Салмақ жинауды жалғастырып 2001 жылы салмағы 597 килограммға жетті және Гиннес рекордтар кітабына әлемнің өмір сүріп жатқан ең семіз адам ретінде кірді. Ол адамзат тарихындағы ең ауыр салмақтағы 3-ші адам. Бұл салмақта жүре алмайтын болғандықтан, бұл мексикалық адам жатаққа тәуелді халге жеткен болатын. 2002 жылдан бері өмірін бір жатақ орнында жалғастырған Урибе, оған басқа біреулердің қарауына тәуелді еді. Оны өмірде алып қалу үшін достары және анасы қарайтын. Әйелі оны тастап кеткеннен кейін денсаулық мәселелермен Мексикаға қайта оралған болатын. Италияда асқазан операциясын жасату өміріне қауіпті болғандықтан, ол операциядан бас тартып, тек қана аяғындағы 83 килограмм салмақ операция жолымен алынып тасталды. Өмірде қалу үшін оған көмекке дәрігер Берри Сиерс келді және Урибеге күнде 2000 калория алатын зон техникасын қолданып, 2007 жылы 381 килограммға дейін түсуіне себепші болды. Бұл диета техникасы 1995 жылы американдық дәрігер Берри Сиерс тарапынан табылған болатын. Ол сонымен қатар биохимик болатын. Күндік тамақтану 3 рет және 2 рет арада тамақтану арқылы болатын. Бірақ ешбір тамаққа шектеу жоқ болатын. Тек қана ұсынылмайтын тамақтар бар еді. 2006 жылдардың басында психологиялық тараптан да қатты шаршаған, денсаулығын қалпына келтіру үшін көп ақша керек еткен Урибе бір Мексика теледидарына шығып, қоғамнан көмек сұрайды. Оның бұл көмек сұрауынан кейін оған қаржылық және моральдық тараптан көмек көрсетілді. Сонымен бірге 2007 жылы Discovery Channel'дың түсірген әлемнің ең ауыр адамы документальды фильмінде де көптеген қолдау алады. Документальды фильмнің 2-ші бөлімінде тақырып әлемнің ең ауыр адамы салмақ тастауда болады. Атақты дәрігерлер тарапынан ем алған. Бірақ ең көп көрілген 3-ші бөлім әлемнің ең ауыр адамы үйленіп жатыр тақырыбында болған еді. Осылай салмақта болуын біле тұра үйленгенін есту құлаққа біртүрлі болып естілуі мүмкін. Урибе 2008 жылы 4 жылдық қызы болған Клаудио Солиспен бірге үйленіп, өмірінде жаңа парақ ашады. Өз тойында да жатқан жерінен шыға алмаған адам жатқан жеріне және үстіне ақ киім кигізіліп, үлкен машина арқылы тойына қатысады. Бірнеше жыл бұрын артық салмақ ауруымен өмірден өткен ескі досының әйелі болған Солис Урибеге тойға дейін 369 келіге дейін түсуіне көмектескен болатын. Discovery Channel тарапынан бұл той үлкен семіз Мексика тойы атымен көрермендерге ұсынылды.
Урибе махабат кандай жагдай болса да болатынын және оған сенетинин айтады. Енді әйелім және балаларым бар, бақыттымын деп сөзін аяқтайды. Урибе енді Гиннес рекордтар кітабына ең көп салмақ тастаған адам ретінде кіруге мақсатты екенін айтады. Ол тіпті той кезінде де диетасын бұзбайды. Тойдан кейін әйелімен бірге болу кезінде де достары көмекке келеді және достары Урибенің денесін көтеріп, екеуі қосыла алатындай жағдай жасайды. Урибенің бұл тойы қаншалықты медиа тарапынан өзіне назар аудартқан болса да, 2010 жылы Солис Урибені тастап кетеді. Осыдан кейін ол екінші рет депрессияға түспей, 2012 жылында 197 келіге дейін салмақ тастап, қиындықтың біразын жеңді. Осыншама салмақ тастаса да, 419 келі салмақ тастаған Джон Броудан өтіп кете алмайды. Ең көп салмақ тастаған адам атағына Халид бин Мохсен Шари ие болады. Ол әлемнің ең ауыр екінші адамы болатын. 2017 жылы ол 542 келі салмақ тастаған. Бірнеше рет өзіне қол жұмсауды ойлаған Урибе Тәңірі маған керемет дәрігерлерді жіберді және анам ең үлкен көмекшім еді деп айтады. Салмақ тастау тақырыбында Урибе көптеген адамға үлгі болған және көп адамнан рахмет SMS-ін алады. Соншама ауру болса да, Урибенің денесінде басқа ауру болмауы дәрігерлердің назарын аударды. Оның дәрігері артық салмақпен ауыратын адамдарда болатын аурулар неге Урибеде жоқ екеніне байланысты ешбір пікір айтпады. Түрлі жаттығулар жасатуды дұрыс деп білген дәрігері Гонсалес денесінің төменгі бөлігінде сұйықтық жиналған деген еді. Бірақ бүкіл осыларға қарамастан Урибенің жүрегі және бауыры шыдай алмай, соңында өз күшін жоғалтты. Жүрегі ауырып, 2014 жылы ауруханаға түседі. 3 апта бойы ауруханада жатқаннан кейін жүрегі және бауыры істен шығып, 48 жасында өмірден өтеді. Өзінің жатақ орнымен бірге ауруханаға жеткізілген Урибенің заттары және жатақ орны өртеліп көмілді. Бір видеоның да аяғына келдік. Бірнеше деректі фильм түсірілген адам туралы сіздерге кіші бір мәлімет беріп өттім. Видео сіздерге ұнады деген үміттемін. Өз денелеріңізге құрметпен қараңыз және ешқашан ауырмаңыздар. Келесі бейнелерде көріскенше, мен Мардан.